Баспана тұрғызып, оны мұқтаж отбасыларға беру екінің бірінің қолынан келе бермейтін қайырымды іс. Жетім көрсең жебей жүр деген қанатты сөзді жанына серік еткен Жетісай ауданының баспанаға жол қайырымдылық қоры мүшелері қазірде 2 қабатты 16 баспаналы тұрғын үйдің іргесін қалап, құрылыс жұмыстарын жүргізуде. Біздің баспанаға жол қайырымдылық қоры 2015 жылдан бастап жағдайы төмен отбасыларға үй әперумен бастадық қой. Көпшілік болып әйтеуір. Әркім өзінің шамасына қарап жәрдемін берді. Енді біздер 2015-тен бастасақ, 2019-ға шейін әперіп атқан үйлеріміз көбінесе ескілеу болды. Шыны керек, шамамызға қарап, жиналған қаражатқа қарап, әйтеуір үй әперіп жүрдік. 2017 жылдан бастап біздер мына Қазыбек би ауылынан жер алып, сол жерге 12 отбасына үй тұрғыздық. Жаңадан 6 үй, 12 отбасылық. Яғни бір үйде 2 семьялықта. 2022 жылдан құрылысы басталған аталған баспананы тұрғызуға баспанаға жол қайырымдылық қор мүшелері атсалысуда. Бұл күнге дейін 39 баспананың кілтін шын мұқтаждарға табыстаған қор жетекшісі бұл құрылысты асырлату әдісімен жүргізіп жатыр. Көптің тілеуімен қазірде 1-ші қабат іргесі толық қаланып, 2-ші қабаттың жұмыстары басталған. Мұнда аудан кәсіпкерлері мен белсенділердің қосқан үлесі зор дейді қор жетекшісі Тілеуберген Нұртазаев. Былтыр сол оразаның кезінде басталып жұмысымыз 1-ші қабат толық жаңа плитаға шейін келіп тоқтаған еді жұмысымыз. Содан биылғы оразада тағы да былтырғы 1 жылдық істеген жетістігімізді халыққа, көпшілікке көрсетейік. Ел болып, жұрт болып, халық болып жиналып, осындай жетім жесірлерге деп істеліп атқан нәтижемізді көрсетейік деп кеше ауызашардың 10-ші күні осы жерде тағы да көпшілікті шақырып ауызашар бердік. Бұл жолғы ауызашарды осы басына бердік, құрылыстың басына. Рахмет, көпшілік келіп, біздің істеп атқан ісіміздің жақсы, оң нәтижесін беріп, баталарын беріп, алғысын айтып кетті. Ел, халықтың арқасы, көпшіліктің жәрдемімен бітіп атқан іс. Алла разы болсын дейміз жәрдем беріп атқан бауырларымызға. Баспанаға мұқтаж жандарға берілетін баспаналар 2-3 бөлмеден бөлек аш және жуыну бөлмесі әжетханасы бар. Ал қабырғасы күйген қыштан тұрғызылып, іші сырты заманауи үлгідегі құрылыс материалдарымен қапталады деп жоспарланып отыр. Әлі толық аяқталмаған құрылыс нысанының жұмысын тоқтатпас үшін демеушілер болса деген ниеттерінде жасылмайды қор мүшелері. Салынып жатыр 2 қабатты. Қазіргі таңда 1-ші қабаты бітіп, 2-ші қабатқа іргетасы қаланып жатыр, Құдай қаласа. Жалпы жұмыс қарқыны жаман кетіп жатқан жоқ. Былтыр осы ораза кезінде бастағанбыз өзіміз. Ораза кезінде бастадық. Қазір нәтижені көріп тұрсыздар. 1-ші қабат бітіп, осы қыс түспей жатып, осыны жаңа терезелердің есіктерін қойып болса, қысқы жұмыстарды ішінде бітіререк. Егер жаңа көмектесем деген кісілер болатын болса, осыны жаңазыға дейін бітірсек дегенде ойымыз бар. Жақсылық жүрген жерде тапшылық болмайды демекші, баспанаға мұқтаж отбасыларға жайлылық пен қуаныш сыйлай білген жандардың жомарттығы баршаға үлгі болары сөзсіз. Аталған баспана құрылысына да көмек қолын созушылар 8-778-170-77 байланыс номері арқылы баспанаға жол қайырымдылық қор жетекшісіне хабарласа алады. Алла берген Құлша, Бақберген Абжалел, ақпарат Жетісай ауданынан.